Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода морковча салатын дайындаймын. Басқаша атауы морковь по-корейски. Бұл салатты дайындау үшін үлкен сәбіз жақсы келеді. Оларды тазалап, арнайы үккіштен өткіземіз. Сарымсақты арнайы үккіштен не болмаса сарымсаққа арналған прессінен өткізіп аламыз. Салатымызға қант пен тұз қосамыз. Қолымызбен аздап мыжғыламай араластырамыз. Сәбіздің шырыны шықпауы керек. Қант пен тұз толығымен ерігенше сәбізді абайлап араластырамыз. Енді тұз бен қант кристалдары көрінбейтіндіктен ұнтақталған дәмдеуіштер кориандр, паприка және ащы бұрыш қосамыз. Асықпай біз барлық дәмдеуіштерді салатқа жеңіл қозғалыстармен араластырамыз. Содан кейін үккіштен өткен сарымсақты қосып, бәрін мұқият араластырамыз. Өсімдік майына сірке суын құйып, араластырып, морковча салатымызға арналған майды құйып араластырамыз. Енді сәбіз барлық дәмдеуіштермен толығымен қаныққан кезде және қош иістендірілгенде біз салаттың дәмін татып, бәрін қайтадан мұқият араластырамыз. Салат бірден жеуге дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім.